Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Puzzle TV арнасы. Бүгін сіздерге 2017 жылы шыққан «Одаренная» деген фильмге толық обзор жасап айтып беретін боламын. 7 жасар Мэри есімді қыз Фрэнк есімді қамқоршы ағасымен тұрады. Олар таңғы ас ішіп отырған сәтте Мэри ағасы Фрэнкке мектепке барғысы келмейтінін айтады. Бірақ ағасы мектепке бару керек дейді. Ол өзінің жұмысқа барғысы келмесе де таңертең ерте тұрып жұмысқа баратынын айтады. Сөйтіп қызны мектепке баруға көндіріп шығарып салады. Мектептегі алғашқы күн Мэри үшін қызық болмады. Ол партаға жатып алып карандашпен сурет салып жатқанда мұғалімі балаларға 3-ке 3-ті қосқанда қанша болады деп сұрайды. Осы сәтте Мэри ол оп-оңай ғой, 6 болады деп жауап береді. Қыздың рұқсатсыз жауап бергеніне мұғалім ашуланып, қатты ақылды болсаң 57-ге 135-ті көбейткенде қанша болады дейді. Ал Мэри болса ұзақ ойланбастан 7695 дейді. Және мұғалім оны калькулятормен тексерген кезде жауаптың дұрыс екенін көреді. Сабақтан соң Фрэнк қызын алып кету үшін мектепке келеді және Бонди оған қызының ақылды екенін айтады. Қиын есепті оңай шешті дейді. Бірақ Фрэнк бұған таңқалмады, себебі бұл қарапайым алгоритмдер арқылы есептеуді үйреткен өзі екенін айтады. Біраздан соң Бонди бұл есептеу жолын интернеттен қарап тексерген кезде 7 жасар қыздың осындай есептеу жолын үйренгеніне таң қалады. Фрэнк қызды өз жұмыс орнына алып келеді. Мэри одан мектептегі қылығы үшін кешірім сұрайды. Кейін екеуі катерге отырып теңізде жүзеді. Содан соң жағажайға демалып отырған кезде Мэри «Анаң менің мектепте оқығанда қалады ма?» деп сұрайды. Ал Фрэнк «Мен ол жағын білмеймін, бірақ сенің анаң өте көп достарың болғанын қалаған еді» дейді. Мэри тағы да мектепке келеді және өзімен бірге мысығын алып келеді. Ол мысығын сыныптастарына таныстырады. Мысықтың бір көзі жоқ екенін және Мэри оны көшеден тауып алғанын айтады. Бонни енді қыздың ақылды екенін біледі, сондықтан оған қиын тапсырмалар береді. Бұл есептер мектеп бағдарламасынан қарағанда 10 есе қиын, алайда Мэри үшін бұл түк емес еді. Мұғалім Мэридің кім екенін және ата-анасы туралы интернеттен көптеген ақпараттар іздеп отырып, анасы туралы ақпараттарды кездестіреді. Ол ұлы математик болған және 27 жасында өзіне қол жұмсаған. Бонни балға келген кезде ол жерде Фрэнкті көреді. Фрэнк оған барлық жағдайды айтып береді. Әпкесі қайтыс болғаннан кейін Мэриді өзінің қамқорлығына алғанын айтады. Мектеп автобусында бұзақы бала бір баланың аяғынан шалып жібереді. Сөйтіп балақайдың бір апта жасаған еңбегі қайран кетеді. Барлығы оған күле бастағанда Мэри ғана күлмейді. Ол кітаппен бұзақының бетінен салып қалады. Біраздан соң Мэриді алуға келген Фрэнк әлгі баланың мұрнын сынып кетіп бара жатқанын көреді. Біраздан соң директор оны кабинетіне шақырып алып Мэриді мектептен шығаратынын айтады. Сол кезде Фрэнк Мэриді баланы қорғағаны үшін мектептен шығаруға болады ма дейді. Алайда директор Мэридің бұл мектепке лайық емес екен, оны дарынды балалардың қасында оқуы керек екенін айтады. Алайда Фрэнк бас тартады. Ол қызының басқа балалар сияқты ерекшеленбей өмір сүргенін қалайды. Келесі күні Мэри өзінің сыныптастарынан кешірім сұрайды. Кешегі қылығым дұрыс болмады дейді. Ары қарай бізді Мэридің нағашы әпкесі Эвелинмен таныстырады. Ол Фрэнк пен Мэриді үйдің алдында күтіп тұрады. Эвелин немересіне кітап пен ноутбук сыйлайды. Сол кезде қыз «Мен бұл кітапты 5 жасымда оқып тастағанмын» дейді. Әжесі таң қалып қалады. Фрэнк пен анасы екеуі кафеде сөйлесіп отырып, анасы оған Мэриге қарапайым мектеп лайық емес, ол вундеркинд, өзінің математикалық дарынын әрі қарай дамытуы керек деп қызды өзімен бірге алып кеткісі келеді. Алайда Фрэнк бұған қарсы болады, ал анасы өзінің сотқа жүгінетінін айтады. Сол сәтте Фрэнк «Ол менің қызым және ол қарапайым балалар секілді өмір сүреді» дейді. Әжесі айтқанынан қайтпай сотқа жүгінеді. Эвелин оны қамқорлығына алып математик қылып өсіргісі келді. Ал Фрэнк Мэридің қарапайым бала болып өскенін қалады. Ал кешкісін Фрэнк Мэриді көршісіне тастап барға кетіп қалады. Ол жақта Бонниді кездестіреді. Мэри туралы әжесіне айтқан осы Бонни екен, алайда Фрэнк оған ренжімеді. Олар түнді бірге өткізді. Таңертеңгісін мұғалімінің Фрэнктің бөлмесінен шығып келе жатқанын Мэри көреді. Бұл Мэриге ұнамайды. Сөйтіп олар жанжалдасып қалады. Бірақ біраздан соң Фрэнк Мэриден кешірім сұрайды. Мэри бірнеше күнге әжесіне кетіп қалады. Эвелин оған отбасылық суреттерін, анасының суреттерін көрсетеді. Келесі күні институтқа ертіп әкеледі. Әжесі оған дарынды адамдардың суретін көрсетеді. Егер де анаң Ньютон деңгейін шеше алғанда, оның да суреті осы жерде тұрар еді дейді. Мэри әжесіне қарап, менің де суретім осы жерде тұра алады ма дейді. Эвелин әрине деп жауап береді. Алайда ол үшін еңбектену керек дейді. Эвелин қызды профессорға ертіп барады. Профессор қызға қарап қиын теңдеу береді. Қыз оны шешуге тырысты, бірақ қолынан келмеді.
Сол кезде профессор қыздың ешқандай данышпан емес екенін айтады. Кейін Мэри далаға шығып әжесімен кетіп бара жатырғанда қате болғанын айтады. Сол себепті шешімі жоқ дейді. Әжесі оны қайтадан профессорға апарады. Мэри қателерді дұрыстап шығады да теңдеуді дұрыс шешімін тауып береді. Кейін профессор оған теңдеуді қате екенін неге айтпадың дейді. Ал Мэри болса өзінің ағасы Фрэнктің үлкендердің қатесін ешқашан дұрыстама, ақылды болып қажеті жоқ деп айтқанын айтады. Келесі күні Мэри өзінің үйіне келеді. Әжесінің жақсы адам екенін айтады, бірақ та онымен тұрғым келмейді дейді. Сот жалғасуда. Қорғаушы Мэриге сұрақтар қоюда, достары туралы сұрайды. Мэри, менің бір ғана досым бар, ол 40 жастағы Роберта дейді, ал құрдастары қызық емес дейді. Келесі күні сот жалғасуда. Эвелин Мэридің биологиялық әкесін тауып, оның Эвелинмен бірге қалуы керек деп айтқыздырады. Соттан соң анасымен Фрэнк сөйлеседі. Эвелин баласымен жанжалдасып шаршағанын айтады, ал Фрэнк оған біз үнемі жанжалдасамыз ғой, және бұл қалыпты жағдай емес пе дейді. Осы уақытта Мэри өзінің бөлмесінде жылап отырады, себебі оған әкесі сөйлеспек түгілі қарамай кеткен еді. Эвелин сотта сөйлеуде. Адвокат оған сен қызыңның кішкентай кезінен қиын тапсырмаларды шығартып, басқа балалармен араластырмай, оған қысым көрсетіп, сол себепті ол жақсы өмір сүре алмады, өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүр болды дейді. Сол кезде Эвелин қызының дарынды болғанын айтты. Егер оған қалағанын жасауға мүмкіндік берсек, ол жаңа жетістіктерге жете алмас еді деп ақталады. Осы кезде адвокат Фрэнкке сенің дұрыс жұмысың жоқ, және де Мэридің қабілетін дамытуға жол бермедің дейді. Сот аяқталғаннан кейін Фрэнкке адвокат Мэриді басқа отбасыға асыруға бергенің дұрыс, осылай ғана Эвелиннің қысымынан сақтай аласың, және де оны көріп тұруға болады дейді. Фрэнк бұған амалсыздан көнеді, ал Мэри жаңа отбасыға келіп жылай бастайды. Фрэнкке сен мені басқа біреуге бермеймін дегенің қайда дейді. Келесі күні Фрэнк Эвелинге келіп, Мэридің анасы шын мәнінде Ньюстон теңдеуінің шешімін тапты, тек оны анасы қайтыс болғаннан кейін жариялаймын деп талап еткен екен. Фрэнк пен Мэри татуласты, ал Эвелин қызы жазып кеткен теңдеудің шешіміне қарап жылай бастады. Туған қызының оны жеп көргені соншалықты, тіпті өзінің қаншалықты дарынды екенін жасырып қалған. Мэри мен Фрэнк бірге тұратын болды. Мейлі қыз анасы секілді данышпан болып өспесе де, ол өзінің басқа балалар секілді бақытты болып өскеніне қуанды. Бізбен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.